көп адам білмейді ғой бұндай аппараттар бар екен. Екіншіден ең бірінші ақша ғой, ақшаңды экономдайсың. Ол менде шашпайды емес, шашады, бірақ тығылып қалады. Сіздердің штукатурный аппарат кәдімгі германский G4 моделіне ұқсас, содан айырмашылық сәл ғана. Техниканың бір жақсы жерінде ауыр қалмайды, тойға кетіп қалмайды, тойлап кетпейді. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Біз Мұратбаева, Мақатаева көшелерінің қиылысындағы Қазақстрой салып жатқан 12 месяц аталатын тұрғын үй кешеніне келіп отырмыз. Екінші рет келіп отырмыз. Өткен жолы біз бұл жерге келіп Гранд Капитал компаниясына жұмыс істейтін Елзат бауырымыздан шлифовальный машинка туралы сұхбат алған болатынбыз. Бұл жерде шкуркың жұмыстары бітіп, покраскың жұмыстары жүріп жатыр екен. Покраска туралы да кішігірім сұрақтар қоятын боламыз, және негізі біз бұл жерге лифкас жағуға арналған, лифкас, покраска, көптеген сұйық материалдар жағуға арналған Oxyprop 970 деп аталатын аппаратты түсіруге келдік. Өйткені Елзат бауырымыздың осы аппаратты істетудегі жарты жылдық тәжірибесі бар. Сонымен сіздермен бөліссе деп келіп отырмыз. Біз Елзат бауырымызға тағы да келіп отырмыз. Елзат өткендегі шкурка аппарат туралы видео түсірген болатынбыз. Шкуркаларын бітіріп, біткен жерлерін покраска істеп жатыр екен. Біз негізі Елзатқа лифкас шашатын аппарат туралы сұхбат алуға келіп отырмыз. Өйткені Елзаттың лифкас аппараты қолданғанына бір жылдың үстінде уақыт болып болды ғой деймін, бір жыл уақыт болды. Осы уақытқа дейін алдында істеп жүрген, қолмен істеп жүргенімізге қарағанда мынау әлдеқайда жақсы. Покраска жұмыстарын істеп жатыр екен, қабырғалар бояп жатыр. Біз лифкас аппарат туралы өзін білетін тәжірибесімен бөлісу үшін лифкас аппаратын арнайы алдыртып отырмыз. Қазір қосып көрсетсін, қалай қосу керек, қалай жұмыс істеу керек, қанша объем жауып жатыр күніге, қанша адам жұмыс істеп жатыр, сол туралы сұрақтар қоятын боламыз. Әзірше лифкас аппарат дайындап болғанша біз покраска туралы қысқа интервью алып жүрсек. Елзат, покраска аппарат қанша болды алғандарыңа? Қандай моделі сендерде істеп жүргендерің, қолданып жүргендерің? Ең бірінші сіздерден бір жыл бұрын алдық сіздерден. Оны толық істете алған жоқ, жұмысқа іске түсіре алмадық. Балалардың опыты аздығынан, өзіміздің опытымыздың аздығынан оны істете алмадық. Бір-екі көрдік, балалардың қолы келіскен жоқ, қолдары несібей бәрі қолға үйреніп қалған, қолмен жұмыс істете алмай, біраз уақыт тұрды, шыны керек. Тұрды, істете алған жоқ. Оның осы жақын арада көп болған жоқ. Біраз ай бұрын қолға алып, соны іске түсірдік. Бір күнде қолға қарағанда біраз өндірдік қой, плюстары өте көп екен, оны білдік. Негізі сендерде бұрын адам күші көп болды ғой, жеткілікті болды карантиннің алдында. Кейін адам жеткіліксіз болғаннан кейін ептеп аппаратқа қайттан көше бастаған сияқтысыңдар. Қазір адамдарды қалай жұмысқа алып жасыңдар, қалай істеп жасыңдар жалпы? Қазір адамдарды көбінесе күндік жалақымен істетіп жатырмыз. Күндік жалақымен карантинге байланысты, неге байланысты бәрінде бұрын айлықпен жұмыс істететінбіз. Қазір күнделікті табысын күніге кешке беріп отырамыз. Егер бізді көріп отқан көрермендерімізден сендерге келіп жұмыс істегісі келсе, осы аппарат туралы үйреніп білгісі келсе, мүмкіншілік бар ма оған? Мүмкіншілік бар, әрине келіп көріп үйренем десе, неге жоқ демеске? Иә демеске, жоқ деп. Қанша төлейсіңдер? Или олар сендерге төлеу керек па, үйреткен үшін? Жоқ, бұлай келіп жұмыс, енді қандай мақсатта келгеніне байланысты, келіп аппарат үйреніп кетем, экскурсия ретінде болса келсе болады. Ал келіп табыс табам, үйреніп кетем десе, ол күнделікті төлеп отырамыз, жұмысқа келетін болса. Сендер жалпы бригада қанша штукатурный агрегат, қанша лифкас, қанша мұнай покраска, қанша шлиф машинка бар? Толық білесің ме санын? Толық саны шлиф машинеден 5 штугы бар. Ал чистовой шашатын аппараттан 3-4 алған сіздерден. Ол басқа бекілер, қазір менде 1 бар. Краска себетін аппараттан тоже 4-5 барша, 4 ма? Вообще алған 4-5 штугы бар. Және де айта кетерлігі, штукатурный агрегатымыздың Қазақстанда жасалған, өзіміз құрастырған ең біріншісін біз сынақ ретінде осы Гранд Капитал компаниясына берген болатынбыз. Соны ең бірінші қолданып көрген Елзат бауырымыз біздің штукатурный агрегат туралы кішкене реклама. Жарайды, айтайын.
Сіздердің штукатурный аппарат кәдімгі германский G4 моделіне ұқсас, содан айырмашылық сәл ғана, сәл қатты айырмашылық жоқ. Барлығы бір неде жұмыс істейді, бір темпта жұмыс істейді, анаумен бірдей. Айырмашылығы жоқ олармен бір. Омен айтылған норманы орындап берді бізге, айтылған сынақтан өтті. Енді туған жері бөлек болғанмен жұмысы бірдей ғой негізі. Жұмыс принципі бірдей. Алға германский аппаратқа G4 қалай жұмыс істейді, бұл да дәл солай жұмыс істеді. Және бір-екі артықшылықтар да бар, бір-екі артықшылықтар да. Так, негізі лифкас аппаратымыз дайын болып қалған сияқты. Қазір лифкас аппарат туралы бастасақ сұхбатымызды. Елзат, сендер покраскаға қандай саплы қолданып жүрсіңдер? Номері қандай? 519, 217 әрқалай екі түрін қолданамыз. Қазір 217 жаңа бұрыштарға келген кезде бұрыштарына жаңағы арнайы сопля держатель деген бар. Бұрыштарға арналған содан қолданамыз. Ал кәдімгідей үлкен стеналарға 519, 515 сондай саплялар қолданамыз. Сосын жаңағы биік қол жетпейтін жерлерде удлинительдерің бар екен. Сосын енді краска жоғары шашырып кетпес үшін андай бұрып қоятын бұрыш та бар екен сендерде? Бұрып қоятын бұрыш, және оның бұрып қоятын бұрыштың көп функциялары бар. Мысалы бізде жоғарыда подъездер бар, метровый. Ол жерге сіз пистолет ұстап, алыстан шашпасаң, жақыннан шашсаң, уже краскаңыз сіздің ойлағаныңыздай болып шықпайды, ағып кетеді төмен қарай. Сол кезде жақсы удлинительді қосамыз, тағы жаңағы жоғары бұрышқа себетінді қолданамыз. Сәл 45 градус сайын бұрылады ол. Красканың аты қандай қолданып жатқанын айта аласың ба? Краска алма микстікі осы өзіміздің производство шығарып жатқан. Краска, лифкаш, шпаклевка, анау. Бәрін шығарасыңдар, стройка наш дейсің. Сосын покраскаға қанша су қосып су қоспай істесе не болады оған? Су қосқанда келген краскаға байланысты бір краскалар сұйық келеді, бір краскалар қою келеді. Біз су қосатын себебіміз мына аппаратымыз көп жұмыс істесін, тығылып қалмасын, қол жұмысын көп уақыт жоғалтпайық деген мақсатпен. Сопля тығылып қалуы мүмкін. Сместің өзін качествосына қарай су қосамыз. Ондай барлығына су қосылмайды. Арасына бір қосылғанда да бір шелек 20 литрге бір жарты литр су қосылады солай әрқалай. Енді сұхбатқа дайындықсыз келгеннен кейін сұрақтарым кішкене шашыраңқы болып тұр. Аппаратты қосқан кезде ең бірінші не істеу керек? Ең бірінші қосқан кезде енді біз өзіміз сумен бір тазалап аламыз өзімізге. Страховка ретінде су тазалап, сумен ішін шайып, одан кейін поршынды майлаймыз. Ол күнделікті. Уже балаларда үйреніп алған, таңертең келеді, суды жіберіп, бір тазалап алады, сразу майын құйып, таңертең бәрі. Сосын жаңа байқадым мен анау обратканы ашып жапқан кезде әлі пистолетке давление бармай тұр. Өйткені пистолеттен баспай тұр екенсің, бір-екі рет басқаннан кейін барып давление барып айдады. Ол анау біткен коленадан суды сорып аламай тұрды толық мөлшерде. Жарайды, жұмыс істеп біткеннен кейін аппаратты жуып тазалауға қанша уақыт кетеді, қай жерлерін жуып керек? Жалпы аппаратқа просто шлангасын тазаласа жеткілікті негізі. Ал бізде балалар уже әдетке айландырып алған, полный сумен шайып, тазалап, жан-жақтан сүртіп, чтобы ертеңде дальше жұмыс жақсы болсын деп. Маңызды айта кететін анау пистолеттің фильтрі туралы айта кетсең? Пистолеттің фильтрі күнде тазаланып отыру керек ол. Су араласады, неше түрлі суда бар, сместе, краскаларда ішінде мусор кетеді бәрібір майда шүйде. Соны тазалап отырсаңыз өте жақсы күнде. Сосын шашып келе жатқан кезде саплы бітеліп қалатын жағдайлар екен? Ол жиі бола ма? Неден ол жалпы? Неге байланысты? Краскаға байланысты әкеліп жатқан. Краскаға байланысты, суға байланысты су қосқан кезде. Балалардың өзі кейбіреу жерге тиіп кетеді, анда түсіп қалады, мынау түсіп кетеді, өтіп бара жатқан жоғарыда мусор түсуі мүмкін, сол нәрселер ілініп қалады. Ол редко случай тығылып қалуы. Сосын жаңа тағы байқадым, сендер жаңа кішкене баяу жүрген кезде кішкене ағып кетеді екен краска. Ағып кеткен кезде жылдам валикпен үстінен жүріп отырады екен. Сол кезде сапасы екі түрлі болып өзгеріп қалмайды ма?
жоқ, краска қазір просто балалар опыт аз қазір бізде. Жаңа аппарат, жаңа балалар болған соң қолдар келіспей жатыр, енді қол үйреніп келе жатыр. Краскілеп жүрген балалар басқа краскілеп жүр басқа объектіде қазір жаңадан балалар алғанбыз, солар қолдарын енді үйреніп жатыр. Краска жаңағыдай үлкен объем болған соң енді қолдар келіспей жатыр ғой, дұрыс. Жаңағыдай үлгермей қалады, бір жерінде ұстап қалады, кейбіреуінде өтіп кетеді, сол жерінде валикпен өткізіп жібересің. Бірақ ливкасты қатырасыңдар, көрейік қаншалық қатыратын ливкасты. Бір шелек растворды қанша минутта шешеді? Бір шелек растворды тоқтатпай жүр, 1 минут. 1 минутта бір шелек шашып боласың, 1 минутта. Енді біз негізі производительность есептегенбіз. 18 литр деп жазылған, бірақ по факту ол 9 литр шашады екен. Ливкас аппаратты Елзат жақсы білем деп отыр енді. Қанша уақыт істедің, қанша уақыт опытыңмен бөлісейін деп отырсың бізбен? Бұл аппаратпен жарты жылдық опыт бар. Жарты жылдық. Енді алып бастап жатырмыз ғой, жарты жыл көп опыт емес қой, жарты жыл. Енді. Сендерде үлгерген жоқпыз әлі қыр-сырын. Жай үйреніп жатырмыз, білмейтініміз қаншама әлі қандай нелер бар. Негізі Alma Mix'та полимерный шпаклевка шығармай ма? Сендер бұған полимерный қолданып жүрсіңдер ме, жоқ гипсовый қарапайым? Жоқ, полимерный. Арнайы осы аппаратқа арналған смесь шығарады қазір. Сіздердің арғы черновой шашатын агрегатқа да оған да арнайы смесь дайындалады оған. Мармар деп аталады ол. Арнайы неге. Так, аппарат туралы не айта аласың? Неден бастасақ болады? Аппарат туралы бірінші қасиеттерін айтайық, қандай жақсы қасиеттерін. Соңынан отзывтарын айтамыз да. Соңынан отзывтарын айтайық та. Ренжімейді. Біріншіден уақыт экономдайсың бұдан. Ақшаңды эконом болады, екіншіден ең бірінші ақша ғой, ақшаңды экономдайсың. Уақыттан жеңесің. Күніне бірталай табыс тауып береді ғой саған, ойлағандай. Негізі, бұл аппаратта қазір қанша адам жұмыс істеп жүрсіңдер? Бұл аппаратта қазір 2 адам жұмыс істейді. 2 адам. 2 адам бір күнде қанша квадрат метр ливкас шығарады? 500 квадрат метр жағалады 2 адам болып. Жағылып болады максимально. 500-600. 500 квадрат, 600 квадрат күніге. Тоқтамай жұмыс. Егер сіздерде кішкене күмән болса, Елзат бауырымызға келіп көрсеңіздер болады. Шынымен 500-600 квадрат 2 адаммен бір күнде істеуге бола ма, болмай ма? Біраз ақша болып кетті оны? Оған енді бір күн заготовканы дайындау керек ол үшін. Бір күн смесіңді алып келіп, бәрін дайындап орнында. Шлангасын қай жерге жететін бәрін есептеп, бір күн дайындалып алсаң, екінші күні 500 квадрат шаша аласың. Ақыр полимерный шпаклевка туралы айтып қалдық қой жаңа. Полимерный шпаклевканың басқа шпаклевкалардың айырмашылығы қандай бұл? Басқа шпаклевкадан айырмашылығы бұл мынаның ішінде аппараттың ішінде тез жылдам өтеді. Арнайы қоспалары бар, химиялық қоспалары. Басқа гипсовый штукатуркалерді, басқа гипсовый полимерлерді қолданып көрсең өз айырмашылығын бірден білесің. Сопля тығылмайды мынада біріншіден. Сопля тығылмайды. Екіншіден стенаға түскен кезде жақсы жағылады. Одан кейінгі ұстап қалу нелері гипстік қоспалар өте жақсы. Жақсы. Басқа сместерді қолданып көрдіңдер ме? Тек соны қолданып жүрсіңдер ме? Басқа сместерді көрдік, басқа производстволарын алып. Мынау аппарат қызып кетеді, аппаратқа күш түсіп кетеді. Кейбір полимер жақсы ғой өзімізге. Ұнағаны ең ішінде. Так, 2 адам 500-600 квадрат. Мықты результат екен. Ол бірден сол результатқа жетіндер ме? Қанша уақытта ондай результатқа жетіндер? Жаңадан бастаған кезде қанша квадрат істедіңдер? Басында енді бұндай аппараттар барын білген жоқсыз, алып келдіңіздер сіздер. Мынанша квадрат ұрат күніне дедіңіздер. Біз түсінбейміз, оны келеді, шашып көреді, балдар қолдары үйренбей, қанша бала бәрі. Бұндайды көрмеген ғой ешқайсысы әлі. Көп адам білмейді бұндай аппараттар бар екен. Тек жан-жақтан естисің, Инстаграм әртүрлі нелерден көресің, әйді қоя саласың, мән бермейсің. Енді өзіміз алып істеп көрген соң бір ай шамасында сондай результатқа жеттік қой, бір ай шамасында. Енді жақсы дейтін 2 мастер сендерде күніге қолмен қанша жағылады? Аппаратсыз. Аппаратсыз бір 100 квадрат, 150 квадрат жағатын шығар мастер дегендеріміз. Енді көріп отқан көрермендер де бар шығар, әй деп отқан шығар. Демек 2,5-3 есеге дейін 2,5-3 есе арттырады, иә? Және де бұл сіз басқа гипсовый финишный шпаклевка аласыздар ғой. Оған қарағанда мына полимерді аласыз, полимер сәл қымбат, бірақ выгодно болады сізге. Мысалы 500 квадратқа 1 тонна кететін болса чистовой, ал мынадан жарты тонна кетеді полимерныйдан. 2 есе үнемдейді адам. Ақша жағынан да бәр жағынан.
қол күші жағынан да үнемдейсің. Мысалға алатын болсаң, мына аппарат раствор дайындап береді бір жігіт, екінші жігіт шашып жүреді. Мына шланга сол қолмен істегенде қолмен барып келетін жолды атқарып тұрады ғой, мынау. Атқары жағып беріп. Қазір мынау 30 метр шланга ғой. 30 метр. Екеуін жалғадық, екеуін қостық. Сапло туралы айтып кетсек, пистолетте қандай сапломен ливкасы шашасыңдар? Ол айырмашылықтар бар ма? Үнемі бір сапломен шашасыңдар ма, жоқ, неше түрлісін қолданасыңдар ма? Басында білмейтін кезімізде 545 краскаға арналған саплоларды шашып көретін едік. Ол менде шашпайды емес, шашады, бірақ тығылып қалады. Жаңағы саплоның тесіктері жіңішке, қатты тығылып мусорлана. Мынау қазір 645-650 деген саплоларды қолданамыз. Арнайы осыған полимерде тоқтамайды. Шашу жақсы. Бір саплоны алсаң, уже біраз квадрат істеп береді, анау-мынауға бұзылмайды сапло деген, кете бермейді. Енді сапло жарайды. Басқа бұзылатын жерлері қай жер ол аппараттың? Сендерде бұзылған жағдайлар болды ма? Бұнда адам көп бұзылатын жері жоқ, бірақ пистолеті сәл слабый болып келген, ұшында сапло держатель, сыртында тұрған пластмасса, солар кетіп қалған. Көзге көрінбейтін, бірақ жұмыс жүре береді ары қарай. Ондай крупно мотор жағынан, фильтр жағынан ондай бұзыла беретін жері жоқ әлі. Бізде бұзылған жоқ әлі. Бұзылса айтамыз. Көп қанша квадрат екен білмеймін енді, қанша квадрат. Ішінде сальниктерін ауыстырып тұру керек уақыттың өтуімен. Білмеймін қанша квадрат екен. Енді бұл ауыстырдық оны. Техниканың бір жақсы жерінде ауыр қалмайды, тойға кет қалмайды, тойлап кетпейді. Тоқ туралы да айта кетсек. Тоқ туралы бұл 220 деп айтылған, 220 тағасын, бірақ кабеліңіз, сізден тоқтан алып тұрған кабеліңіз кішкене ірі болу керек. Анау-мынау 220 тоқты алатын болсаңыз, ол ертіп жібереді, пожар болуы мүмкін, қауіпті. Тартпай да қалады. Мынаны аппаратты қинайсыздар, аппарат қиналып қалады, қызып кетеді. Үлкен 220-ның үлкен кабельдер болады. Қанша екен? 2/6, 3/6 деген ба домалақ, үлкен қалың мыс ше. Содан қолданасыздар. Негізі бұл да сол жаңағы покрасный аппарат сияқты, басында сумен бастау керек, сосын кішкене май тамызып отыру керек, міндетті түрде поршень кеуіп кетпеу керек. Ол жерде өйткені теріден жасалған сальник бар. Және де айта кетерлігі, мысалы, штукатурный агрегат, гипсовый штукатурка ел арасында кең таралған. Көбісі осы аппарат сонымен шатыстырып жатады. Осындай ливка шашатын аппарат десе, көбісі штукатурный агрегатты ойлайды екен. Сосын көп сұрақта бұның шлангысын қалай жуамыз, қалай тазалаймыз, қиын емес па деп жатады. Штукатурный агрегатты тазалауға негізі кішкене уақыт кетеді оған. Оның ішін қырып, қатып қалған растворды тазалау керек. Ал бұл аппаратты тазалау қанша уақыт алады, сен өзің айтып жүрсің? 5 минуттай уақыт кетеді. 5 минутқа да жетпейді. Суды жібересің, циркуляторын қарап тұрасың, болды. Пистолетін басып жібересің, су шығып, су тазарғанша. Енді для себя өзің сыртын тазалап, ана көресің ғой өзің. Основной поршень ішінде обратканы қосасың, обратканы айналып, таза су шыққанша. Ол 5 минут шамасы алады. Слаңның ұзындығына қарай ғой, 4 саусағын басып тұрасың пистолетпен. Болды. Еш қиындығы жоқ оның жуу жағы. Басқа электричество жағынан, гидравлика жағынан ешқандай проблема жоқ, бітеліп қалу деген. Тығылып қалу, ондай ештеңесі жоқ. Ондай көрген жоқ біз әлі. Жаңағыдай болады, тоқ аз келген жағдай тоққа байланысты, бұл аппаратқа емес, тоққа байланысты. Бұны сіздер түскі үзіліске шыққан кезде не істейсіздер, жуып кетесіздер ма? Қанша уақыт қараусыз қалдыруға болады бұны ливкасызбен жұмыс етпей? Ливкасымен енді өзің үшін ғой барлығы. Обедке кететін кезде бір жуып кеткен дұрыс. Өйткені көп уақыт алмайды ол. Бір шелекті қойдың, тазалап жуып кеттің болды. Елзаттың аппарат туралы әңгімелерін естідік. Аппараттың давлениесінің регулировкасы туралы, механизмі туралы видео ол өзіміздің магазинімізде обзор ретінде түсіретін боламыз. Ол видеоны алдағы күндері көретін боласыздар. Сосын аппараттың көлемі қарасақ ауыр сияқты. Сендерде этажға тасымалдау қиындық тудырмайды ма? Қанша адам тасиды? Салмағы бар біраз, бірақ тегіс жерде жүргізе бересің, көтер баллондары бар. Ал этаждан этажға тасымалдайтын кезде бір 2 адам, 3 адам көмек керек болады. 2 адаммен сәл ауыр. 2 адам, 3 адам көмекке шақырып, сөйтіп көтеріп. Резина летний екен, қыста таяды жер. Құрметті көрермендер, осымен біз сұхбатымызды аяқтайық.
ойымызға келген сұрақтарымызды қойдық. Егер сізде де қойылмай қалған сұрақтар болса, онда астыға комментарий жазып, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Және де өзіңіздің құрылыспен айналысатын немесе құрылысқа қатысы бар таныстарыңыз болса, осы видеоны таратуларыңызды сұраймыз. Мына жерін ақын айтып қалдым. Тарат деп керейді. Жақсы ел зат онда. Берсе келесі жолы штукатурный агрегат туралы сізден сұхбат алатын боламыз.